Бірде-бір мешітке садақа бермеңдер. Бірде-бір имамды ауызашарға шақырмаңдар. Сол сасық кекіріп 100 мәрте қажылыққа барып жүрген сол имамың әкімдер тарапынан қаржыландырылады. Қазақстандағы 5000 мешіттің біреуі жабылмайды осы күнге дейін. Ол сол мешітті имамдарды міне халықты үгіттеуге пайдаланатын құрал екендігін осы референдум кезінде көріп отырсыз. Бүкіл имамдарыңды сәлдесін шұбыртып, састып, биттетіп, құрттатып, бүкіл әкімдерің алдында изектетіп отыр міне. Изек етіп, ана имамдарыңның отырған себебі сол. Себебі олар әкімдердің құлы. Кембінің үгіт насихат құралы. Қазақ халқын құлдану үшін, қазақ халқын тобырландыру үшін пайдаланатын құралдар. Олар аузында керемет мұхтарам жамағат деп, хадисті, аятты керемет айтқанымен, анығында түптеп келген кезде ана лағнеті шайтан кембілердің тапсырмасын орындайды. Қасиетті Құранның аятында залымдарға жақтас болмаңдар дейді. Залымдарға жақтас болмаңдар дейді. Бірақ бұл сұмырайлар оны о кезде ұмытып қалады. Міне, Худ сүресінің 113 аятында былай айтады. Зұлымдық қылғандарға сүйенбеңдер, әйтпесе сендерді от шарпиды дейді. Бұл жердегі от тозақ оты деп түсіндіреді. Сендер үшін Алладан өзге ешбір көмекші жоқ, сосын сендерге көмек көрсетілмейді дейді. Залымдарға, зұлымдық жасаушыларға сүйенбеңдер дейді. Осыны сол молдекеңдер білмей ма? Біледі. Білмей ма? Біледі. Бірақ ана нәпсісі шайтаны ойнап тұр. Халықтың алдында періште болып, мұхтарам жамағат, мешіттің тахарат алатын ыстық суын тоқтап қалады, төлеңіздер, газ тоқтап қалады, төлеңіздер, мұхтарам жамағат. Мына мешітті кеңітіп, мына жақтан ас беретін бір не салайық деп едік. Мына мешітті кеңітіп, мына жақтан бір қазан ошақ салайық деп едік. Мұхтарам жамағат енді, Алла сауапқа жазсын, садақа бер дейді. Халықтан ақша жинайды. Биліктен бір алады. Биліктің тапсырмасын орындайды. 100 мәрте қажылыққа барады. 4-тен тоқал алады. Сенде бір қатын жоқ. Саған айтады. Ана яқта қор қыздары бар дақпатты. Ана көзге көрінбейтін, не сипай алмайтын, сүйе алмайтын қор қызын айтып, сенің сілекеңді ағыстып қояды. Өз үйіне барып, немересіндей 4 тоқалын сипап жатады. Сондықтан мешітке бір тиын көмек атамаңдар. Көмектеріңді қаңтарда Қанышер Тоқаевтың қолынан құрбан болған қаңтаршылардың туыс-туғанына, артында қалған, асыраушысыз қалған ата-аналарына, бала-шағасына атаңдар. Марат Жыланбайдың, Асқар Сенбайдың туыстарына атаңдар. Міне осы видеоның астында Нәзигүл Мақсұтханның телефоны тұр. Өзі міне істі болып отыр. 4 ай жүктілігін үреймен, қорқынышпен өткізді. Ағасы Бекзат Мақсұтхан түрмеде отыр. Міне 18 азаматымыз істі болып жатыр. Осы 18 батырдың туыс-туғанына атаңыздар. Міне, осының астында Тілек Ниязбектің телефоны тұр, Ғалым Рақжанның телефоны тұр, Қалмұрат Рысбек, Нәзигүл Мақсұтхан бәрінің телефоны тұр, атаңыздар.